Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Ақмарал. Бүгін сіздерге өте дәмді торттардың рецептімен бөлісемін. Барлығы да қолжетімді заттардан дайындалады. Сонымен қатар өте дәмді болып шығады. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қасындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде алдағы уақытта шығатын рецепттер сіздерде көрініп шығып тұратын болады. Алдымен ең бірінші балды торттың рецептіне тоқталайын. Корждары өте жұқа, сонымен қатар кремі де өте нәзік және ерекше дәмі бар, яғни лимон дәмі бар креммен дайындалады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға майды және қантты балды салып, біркелкі масса болғанша ерітіп аламыз. Үстіне бір пакет разрыхителімізді саламыз. Менде мөлшері 18 грамм. Барлығын жақсылап араластырамыз. Оттың астын қатты қоймаңыздар, күйіп кетуі мүмкін. Осылай жақсылап біркелкі масса болғанша араластырыңыздар. Егер түсі қоңырқай болуын қаласаңыздар, тағы да аздап ұстауға болады. Енді ол массамызды қамыр илейтін ыдысымызға құямыз және үстіне жұмыртқамызды саламыз. Ыстық күйінде әрине жұмыртқаны салмаңыздар. Үстіне алдын ала електен өткізілген жоғары сұрыпты ұнымызды салып, жұп-жұмсақ етіп қамырымызды илейтін боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңызда осылай жұп-жұмсақ болып шығады. Енді қамырымызды 9-ға немесе 12 бөлікке бөліп алуға болады. Немесе жай ғана 6 бөлікке де бөлуге болады. Мен осылай 9 бөлікке бөліп алдым. Үстіне аздап ұнды сеуіп, оқтаумен жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Мен осылай қақпақты пайдаландым, яғни қазанның қақпағымен осылай формасын келтіріп алдым және барлығын пісіріп алдым. Ол өте тез піседі. Ал енді кремін дайындаймыз. Крем үшін 2 жұмыртқа, қант және 2 қасық ұн қостым. Егер де ұнның орнына крахмал қоссаңыздар, яғни жүгері крахмалын қоссаңыздар, крем дәмі өте керемет болып шығады. Мен крахмал болмағандықтан ұн қостым. Енді үстіне аздап жылы сүтімізді құйып, бәрін біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Ал қалған сүтімізді газда осылай ыстық болу керек. Енді осылай жаймен деп жаңағы сұйық массамызды үстіне құя отырып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Ыстық сүтке түскеннен кейін бірден осылай қоюланып шыға келеді. Креміміз қатты көп қайнатудың қажеті жоқ. Енді бұрқылдап қайна бастаған кезде оттан алып, ыдысымызға құямыз. Аздап суығаннан соң үстіне сары майымызды саламыз. Енді лимонның цедрасын осылай тек қана сары бөлігін үккіштен өткізіп, жаңағы ыстық кремімізге араластырамыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырып болғаннан кейін толықтай суығанша осылай бетін пищевой пленкамен жауып қоясыздар. Толықтай суыған крем осылай қоюланады және өте дәмді болып шығады. Енді тортымызды жинаймыз. Осылайша астыңғы бөлігі жылжып кетпеу үшін аздап крем қойып, кремнен жағып, және жаңағы корждарымыздың барлығын үстіне осылай кремдерін бірінің үстінен бірін барлығын жинап шығамыз. Лимон цедрасының орнына жай ғана ванилинді қолдануға болады. Кремдерін барлығын жағып болғаннан соң холодильникте міндетті түрде 3-4 сағат ұстау керек. Сол кезде кремдері сіңіп, корждары жұмсарып, өте дәмді болып шығады. Шет-шетін осылай мен блендермен езіп алдым, немесе жай ғана пакетке салып оқтаумен езіп алуға болады.
және өз қалауларыңызша әрлеуге болады. Мен осылай шоколадты кішкене аздап ерітіп, осылай үстінен спираль тәріздес етіп шықтым және зубочистканың көмегімен осындай өрнек салдым. Берекелді, өте дәмді болып шығатын балды торттың рецептімен бөлістім. Және өздеріңіздің, егер осы рецептпен дайындасаңыздар, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Алдымен ыдысымызға 250 грамм ұнымызды саламыз. Міндетті түрде жоғары сұрыпты ұн болу керек. Енді ыдысымызға сары майымызды саламыз. 180 грамм және қолымыздың көмегімен үгіп аламыз. Пирогтың барлық құрамын описание бөлімінде қалдырамын. Енді осылай крошка болғаннан кейін үстіне 1 шай қасық қопсытқышымызды саламыз және барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. 100 грамм қантымызды саламыз. Қалауыңызша одан көптеу қосуға болады. Мен тосап қосатын болғандықтан көп тәттіні қосқан жоқпын. Енді 2 жұмыртқамызды салып, қасықпен осылай ортадан бастап араластырамыз. Аздап сүт құямыз. Сүт болмаса орнына айран немесе қаймақ қосуға да болады. Қасықтың көмегімен араластырамыз. Кейіннен қолымызбен қамырымызды жұп-жұмсақ етіп илейтін боламыз. Формамызды майлап аламыз және илеген қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Үлкендеу бөлігін қолымыздың көмегімен формамызға тегістеп жайып шығатын боламыз. Бортиктерін шығаруды ұмытпаңыздар. Кез келген қою тосаптың барлығы жарай береді. Мен шабдалы тосабын пайдаландым. Оны блендермен езіп алдым, яғни барлығы бір тегіс болу үшін. Блендер болмаса, қасықпен немесе шанышқымен езіп алсаңыздар болады. Барлық шетіне тегістеп осылай жайып шығамыз. Ал енді алып қойған қамырымызды үстіне ұн себе отырып жұқалап жайып аламыз. Арнайы кескішпен немесе пышақпен осылай ұзын тілімдерге бөлеміз. Өз қалауларыңызша әсемдеулеріңізге болады. Мен жай ғана осылай сетка жасадым. Пештеріңізді міндетті түрде қыздыруды ұмытпаңыздар. Қызып тұрған пеште 25 минутта пісіп шығады. Дайын болған пирогты міндетті түрде суыту керек. Сол кезде жақсы кесілетін болады. Келесі кезектегі тәттіміз ол бисквитный торт. Өте нәзік креммен дайындалады. Жасалу жолы да оңай. Бір жасағаннан шығатынына сенімдімін. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Құрамына ешқандай қопсытқыш, сүт немесе май қосылмайды. Жай ғана жұмыртқа, ұн және қанттан тұратын өте нәзік болып шығатын бисквитті дайындаймыз. Алдымен таза құрғақ ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмыртқамызды салып, қантымызбен жақсылап миксермен араластырып аламыз. Бастапқыда миксердің жай жылдамдығымен араластырып барып, сосын жоғары жылдамдығына қосуға болады. Қанты толықтай ерігенше 7-8 минуттай жақсылап миксерлейтін боламыз. Қанты толықтай еріген жұмыртқалы массамызға жоғары сұрыпты ұнымызды аз-аздан сала отырып, осылай венчикпен немесе күрекшемен араластырып аламыз. Бірден ұнымызды бірден салып жібермейміз, өйткені жұмыртқа басылып қалады. Мен осылай венчикпен араластырамын, күрекшемен араластыруға да болады.
Енді жұмыртқалы массамызды пергамент қағазы төселген майланған формамызға салатын боламыз. Менде 26 сантиметрлік форма. Пешіңізді алдын ала қыздырып қойыңыздар. Мен 160 градуста 30-40 минут шамасында пісіріп аламын. Алғашқы 30 минутында мүлдем есігін ашуға болмайды духовканың, яғни ыстық температурада тұру керек. Массамызды осылай 1-2 рет сілкіп, духовкаға саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бетіне дейін көтерілді. Енді ыстық күйінде бірден алмай, кішкене духовкада 10-15 минуттан ұстап, сосын барып кальцосын алып тастаймыз. Мен сіздерге қазір көрсетемін, яғни толықтай ортасын піскен немесе піспегені зубочисткамен тексеріп көріңіздер. Егер піспеген болса, онда зубочисткаңызға қамыры жабысып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай құрғақ. Толықтай суыған бисквитке крем жағып қолдануға болады. Бұл тортқа мен қайнатпалы крем және қаймақпен араласатын өте сондай нәзік кремді дайындайтын боламын. Ол үшін үйдің қаймағын немесе 25% қаймақты миксермен бір араластырып аламын және қайнатпалы кремді аз-аздан сала отырып, барлығын біркелкі масса болғанша араластырамын. Қайнатпалы кремді міндетті түрде суытып барып қосамыз. Бұл кремнің рецепті каналымда бар. Барлығын біркелкі етіп, осындай қою масса болғанша араластырып аламыз. Толықтай суыған бисквитімізді 3 бөлікке бөліп аламыз. Және мен осы корждарымның барлығы сочны болу үшін ішіне пропитка жасаймын. Ол үшін 100 мл суға 2 қасық қантты араластырамын. Жақсылап барлығын араластырып болғаннан кейін осы суды жаңағы 3 бөлікке бөлген бисквиттің үстіне жаңағыдай қасықпен құйып шығамын. Бұл біздің корждарымыздың сондай сочны болуына көмектеседі. Алдымен осылай пропитканы құйып шығам, сосын жаңағы жасаған кремімізді осылай үстінен бір тегістеп жағып шығамын. Бұл тортқа өздеріңіздің қалаған кремдеріңізді қолдана беруге болады, өйткені барлық крем бұл тортқа үйлесе береді. Тортты өз қалауларыңызша әрлеуге болады. Мен осылай шоколадпен осылай бетіне спираль тәріздес етіп шықтым және зубочистканың көмегімен узорларды жасап шықтым.